Сәлем достар, бүгін сіздермен қазіргі таңдағы дастарханның сәніне айналған жасалуы өте оңай сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Видеом пайдалы болса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Барлық керек ингредиенттер описанияда көрсетілген. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға қантымызды қосып, вилканың көмегімен араластырамыз. Барлығын тегіс араластырып болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды салып, оны тағы да бір келкі қылып араластырамыз. Бұл бәліш өте дәмді, кез келген қонақтың жүрегін жаулап алады. Ары қарай ұнымызға разрыхитель қосамыз. Оны араластырып, одан кейін үстіне ситаның көмегі арқылы қосып шығамыз. Барлығын біртіндеп асықпай қосамыз. Вилканың көмегімен араластырып, одан кейін қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын өте әдемі болып шығады. Сіздерге артық ұн қосуды кеңес етпеймін, өйткені қамырыңыз қатты тығыз болып қалуы мүмкін. Дайын болған қамырды кішкене тынықтырып қоямыз. Ол дайын болғанша қоспасын дайындаймыз. Сүзбемізге қант, қаймақ және де 2 жұмыртқа, одан кейін 2 ас қасық кукурузный крахмалымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Егер блендеріңіз болса, блендермен әдемі бір тегіс қылып езіп шығыңыз. Біздің тыныққан қамырымызды алып, енді осылай формамызға орнатып аламыз. Форманы фольганың көмегімен болмаса пергамент қағазымен төсеп қойсаңыздар болады. Барлығын бір келкі етіп жағып шығамыз. Шетіне де бір келкі етіп жағыңыздар. Егер әр жері әртүрлі болса, қамырыңыздың бір жері қалың, бір жері жұқа болып шығады. Үстіне қоспамызды құйып, бетіне кез келген жидек сеуіп әдемілеп қоясыздар. Менде бұл жерде замороженный құлпынай болды. Сол үшін мен кесіп осылай салып қойдым. Ал егер сізде өте балғын свежий жемістер болса, кукурузный крахмалға кішкене аунатып алып қосыңыздар. Бетіне сеуіп шығыңыздар. Сол кезде оның шырыны аз бөлінеді. 80 градуста 40-45 минутта осылай сүзбелі бәлішіңіз әп-әдемі болып шығады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер.